былай мына жердегі мысалы мен қазақша қыздардың суретін іздегенімде мен мына пинтересттен мінекей мынау тұр ғой, осының үстіне басамын, соның ішіне кіремін. Осы жерге кіремін да, былай іздеймін. Іздеп, мына пинтерестке кезде өтіп шығады ғой енді. Мына қызды аламын да, и мынау жанындағы не тұр ғой, мына қоршап. Содан кейін астында қанша қыздардың суреттері шығады. Мінекей. Мен осы жердегі қыздардың біреуін түртіп, жаңағыдай сохранить етемін. Мысалы, мына төбесін бассам, мінекей скачать изображение деген тұр. И мінекей келесісіне, ол уже мен галереяма түсті. Так, келесі мына қызды. Осы қызды скачать етіп алайын. Мінекей. Керемет, біздің қазақтың қыздары керемет қой. Осылай енді бәрін скачать етіп аламыз, керекті суреттерімізді. Болды. Енді бұдан шығамын да, мен мынау нойзға кіремін. Мінекей. Нойзға кіремін. Соның ішінде приложениялар шығады. Мен сол суреттерді қойып, әдемілеп жаңа нені шығарам. Так. Мына жерде. Наурызға қарсы әдемі жаңағы роликті шығаруым керек. Қазір мынаны сәл. Мен осыны таңдаймын. Мінекей картиналардың үстіне мінекей плюсті басам. Айтпақшы плюс. Мына плюстікте мен мына қыздарды таңдаймын. 1, 2, 3, 4. 4 адамға дейін. И окейді басамын. Мінекей. Суреттеріміз уже кетті. Дайын приложениялар. Енді уже галереядан көре аламыз біз. Енді галереяға шығайық. Галереяға шығамыз. Мінекей. Міне енді мынау біздің неміз. Керемет, е? Енді біз мынау несін жоқ қылып жібереміз. Қазір нойз. Енді мен мінекей тартып әкеп қойдым капкутты. Енді маған үлкен төбе жандақсы жазуының керегі жоқ. Соны жайлап, қазір мен мына жерден астындағы мінекей қырқатын изменить деген тұр. И кадрирование. Осыны басамыз. Енді төбедегіні мінекей былай қысқартып тастаймыз, көрінбесін деп. Ал енді біраз жүргіземіз. Мына птичканы басайық осы жерден. Мінекей. Мына жеріндегісін алып тастаймын. Мына жеріндегісін бүйтіп жылжытып алып тастаймыз. Мінекей. Ал енді көрейік, қалай болды. Енді біз былай істейміз. Мына жердегі астын музыкасын, мынаның дауысын өшіреміз. Былай болғаннан кейін бұл астына громкостьті аламыз да. Өшіріп тастаймыз. Мінекей. Енді бізге музыка керек. Музыка, мына звук дегенді басамыз. Звуки дегенді тағы басамыз. Одан кейін мынау файлдарды, устройство дегенді басамыз, өзімізде жүктелгенді. И былай іздейміз өлеңімізді. Осы музыканы қоя салайын, пока. Осы жерден қырқамын да. Мынау разделить дегенді. И мынаның үстінен алдын басын керек жоқ, соны бассам, мына ақпен қошалады. И астында удалить тұр, удалитпен басып жіберемін. Және де мынаны үстінен басып жылжытамын. Енді осы жерден тағы да қырқсам болады екен. Мына жерден қырқып, мынаны алып тастаймын. Жағына барамын. Осылай ары қарай суреттерді жаңағыдай нойздан алып қоса бересіздер. Мына жерде мен алып қырқып қоя салайын. Енді видеомыз ары ұзарып кетпесін деп жасап жатырмын. Кәнекей, енді мінекей. Ары қарай жазу жазамын десеңіздер, менің сабақтарымда бар бәрі. Мен нойздан алғанымды көрсетіп жатырмын бұл жерде. Ал енді ұнаса, тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, риза болып қалар едім. Сұрақ болса, сұраңыздар, мен жауап беремін. Жақсы, келесі видеода кездескен. Ал енді форматты өзгертеміз. 16:9 YouTube-тың өзінің көрсететін мінекей саусақпен кәдімгідей форматтың ішіне мына суреттер кіретіндей жылжытамыз. Қолмен ары бері жылжытып туралаймыз.
осылай иә өстіп жібереміз.